Енді мінекей бухгалтериялық сабақтар, сұрақ жауап. Бухгалтерия дегеніміз не? Яғни бухгалтерия бұл дара кәсіпкер мен ұйым мекеменің қаржысын, мүліктерін, тауарлары, құрал жабдықтары мен және барлық кіріс шығысын есептейтін жүйе. Бухгалтерия деген. Бухгалтер не істейді? Бухгалтер кіріс шығысты есептейді, құжаттарды жүргізеді, салықты есептейді, еңбекақы есептейді, компанияның қаржылық жағдайын бақылайды. Онан кейінгі дебет пен кредит деген не? Дебет деген өткенде айттық алдымыздағы сабақта кіріс, немесе келіп түскен ақша. Кредит шығыс немесе шыққан ақша. Қарапайым тілмен ақша қайдан келді, қайда кетті. Міне осыны дебет кредит дейді. Одан кейін бағана айтқанымыздай баланс деген не? Баланс компанияның барлық мүлкі, қарызы, капиталы бір сәт жағдайын көрсететін есеп. Бухгалтерия не үшін керек? Бухгалтерия ақшаны бақылау үшін, заңды сақтау үшін, бизнесті дұрыс басқару үшін керек. Бухгалтер қайда жұмыс істейді? Бухгалтер компанияларда, мектепте, аурухана сияқты мекемелерде, жеке кәсіпкерлерде, мемлекеттік ұйымдардың үлкен компанияларында жұмыс істейді. Бухгалтер болу қиын ба? Басында қиын сияқты көрінеді, бірақ үйренген сайын жеңіл болады. Ең маңыздысы практика. Яғни практика мен теорияны екеуін ұштастырып оқыса, тез үйреніп кетеді. Бухгалтер қанша табады? Табыс бастапқыда орташа тәжірибемен бірге өседі. Онан кейін үйреніп алғаннан кейін, практика жасап үйреніп алғаннан кейін онлайн жұмыс істеуге болады. Мысалы, бір мекемеде бухгалтер болып, бас бухгалтер болып істеп жатып, онан кейін қасына онлайн басқа мекемелерді 2-3 өзіңнің неңе қарай, қабілетіңе қарай 2-3-4 мекеменен алып, сөйтіп соның есебін жүргізіп отырсаң, бәрінен саған айлық есептеледі. Айлық тапқаннан кейін сен одан пенсионды төлейсің, онан кейін мемлекетке салық төлейсің, салық төлеп алғаннан кейін саған қанша айлық таптың деп ешкім саған претензия қоймайды. Өйткені өзіңнің еңбегің міне. Бірінші бухгалтер қиын қиын болады. Сосын кейін үйренгеннен кейін, тәжірибе, практика болғаннан кейін оңайланып кетеді. Мен қарапайым тілмен нөлден бастап ең бухгалтерияның үйренгенге шейін үйретемін. Маған егерде қызықсаңдар, маған жазылыңдар. Осымен бүгінгі сабақты аяқтаймыз.